Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер, каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Бұл каналда сіздер кез келген заттың пайдасы мен зиянды жағы жайында ақпарат алатын болсыздар. Бүгін ыстық шайдың пайдасы мен зиянды жағын айтатын боламыз. Америкалық ғалымдар күнде ыстық шай ішу адамның глаукома ауруын шалдығуына 74%-ға төмендететін деген қорытынды шығарды. Кофе, салқын шай, кофеинсіз шай және басқа да алкогольсіз сусындар глаукоманың пайда болуына әсер етпейді. Диабет пен темекі шегу осы ауруға әкеп соғуы мүмкін. Осы тұста 2017 жылы жүргізілген сауалнамадан кейін 1678 адамның көзі тексерілді. Олардың 84-і 5%-да глаукоманың алғаш белгілері байқалды. Сондай-ақ сауалнамаға қатысушылардың соңғы жылы қаншалықты жиі және қандай мөлшерде кофеин бар немесе жоқ сусын ішкенін сұралды. 2016 жылы маусымда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ісік ауруын зерттеу халықаралық агенті күнделікті ыстық судың, кофе, шай және ішу денсаулықтың зияны деген мәлімдеме жасаған болатын. Ал глаукома көру жүйесінің зақымдануының әкеп соғатын көз ішіндегі қысымның көтерілуіне пайда болған. Бұл ауру әлем бойынша соқырлыққа апаратын себептердің бірі. Қазіргі таңда 57,5 миллион адам глаукомамен ауырады. 2020 жылға дейін бұл көрсеткіш 65,5 миллионға дейін өсуі мүмкін. Ал ыстық шайды неге ішуге болмайды? Өңеш обырының пайда болуы кең ауқымды зерттеуді ғылымдар ертеден қолға алған. Мамандардың алғаш рет Оңтүстік Америка тұрғындарының онкологиялық ауруларында шалдығуының басты себебі осы ыстық шай болуы мүмкін деген уәж ұсынылған. Өйткені оңтүстік елдердің тұрғындары жоғары градустағы ыстық сусындарды ішуді ұнатқан. 2009 жылы Иран ғылымдары елде ыстық шай ішкен жақсы көретін бір ауылды өңештің жалпақ жасушалары обыры деген диагнозы бар адамдарға көп екенін байқаған. Ондағы дені сау еркектердің іріктеп алып зерттеу жүргізген. Оның қорытындысында қызық болғаны соншалық Еуропаның бас медициналық журналдарының бірінде аттай қылып жариялаған. Зерттеу нәтижесі бойынша ыстық шай 65-69 градус мен өте ыстық шай температурасы 70 градусқа жоғарғы ішу обырдың пайда болуы 2 еседен 8 есеге дейін жоғарылататын болып шықты. Сондай-ақ ғылымдардың шайды демдегеннен кейін оның температурасы обырдың пайда болуы қауіптілігі аймағына шығу үшін 4 минут тұру қажет дейді. Бірақ демделген шайдың 4 минут ішінде қандай өзгерістер ұшырайтыны әлі күнге дейін анықталмаған. Қорытындыға келгенде өте ыстық шайды пайда болатын өңеш обырының алдын алу үшін шайды демдеп болған соң тым құрмағанда 4 минуттай тұру керек. Ал достар, бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бізде әлі күнге дейін балаларымыз да, үлкен апаларымыз да өзімізде ыстық шайға тәуелді болып қалғанбыз. Менің өзімде ыстық шай болмаса, суыған шайды іше алмаймын. Ал өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, ыстық шай ол өңештің обырын алып келуі мүмкін. Себебі қатты ыстық шай өңеш обырына алып келуі мүмкін. Себебі өңешімізді ыстық шай күйдіріп өтеді, ал күйілген жер қайта қалпына келмейді. Ол жерде қан айналым нашар деген сөз. Сондықтан барынша ыстық шайды ішпеуге тырысыңыздар. Үйдегілерге де осы ақпаратты айта отырыңыздар. Видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, ыстық шайды жақсы көретін достарыңызға жібере отырыңыздар.